Қызылорда қаласы Абай ауылының тұрғындары елді мекен жанында орналасқан ату алаңы өмірімізге қауіп төндіріп отыр дейді. 5 жылдан бері 55-те 47 әскери бөліміне қарасты нысанда мылтық атылып, оқу-жаттығу шаралары ұйымдастырылып келеді екен. Жабылған жолдардың кесірінен шаруалар егістік басына бара алмай қаламыз деп ашынады. Абай ауылы тұрғындарының көңілі бүгінде алаңдаулы. Үйіміздің дәл іргесінде оқ атылып жатыр. Балаларымызды далаға шығарудан қалдық деп ашынады олар. Кейбір үйлердің қатты дыбыстан терезелері сынған жағдайларда болыпты. Мұндағы көпшілік ату алаңының көшіріліп, оқу-жаттығудың тоқтатылғанын талап етеді. Қаяқтан әкеп бұл жерге соққандарын қайдам? Мына балдарымыз қашып үйге тығылады, кішкентай немерелерімізге оқ кете ме деп қорқамыз осы. Абайлықтар жандары үшін ғана емес, малдары үшін де алаңдайды. Жайылымда жүрген 4 түлікке оқ тиіп кетсе, оның шығынын кім өтеп береді деп налиды. Ал ату алаңы жанында егін еккен шаруалардың жағдайы тіптен қиын екен. Оқу-жаттығу басталғанда жолдар жабылып, егін басына өте алмай қаламыз дейді олар. Техниканы біреу ұсынса, запчастьге базарға барамыз, қайтып келеміз, ана жерден бізді жібермейді. Азаннан бастап кешке дейін тұрамыз ол жерде, шыны керек. Қаладағы 55-те 47 әскери бөліміне қарасты ату алаңы осыдан 5 жыл бұрын пайдалануға беріліпті. Мұнда айына бір рет 5 күндік оқу-жаттығу ұйымдастырылады екен. Мамандар тұрғындар бекер шу шығарып жатқанын айтады. Оқу-жаттығу басталмас бұрын халық арасында насихат жұмыстарын жүргіземіз. Арнайы биіктіктерде сарбаздар дүрмен бақылап тұрады дейді. Атуға 2 күн қалған кезде жергілікті тұрғындарға хабардар етіледі. Ол жайында да бізде лист оповещение бар. Оқу ату жаттығу орындауларын барысы кезінде жергілікті тұрғындарға ешқандай қауіп қатер төніп тұрған жоқ. Бұл уәжге жергілікті тұрғындар үлкен күмәнмен қарайды. Ал шаруалар мәселеміз шешілмесе шағымдануымызды тоқтатпаймыз деп отыр. Айнұр Төлешова, Қайрат Мырзабай, Қазақ Ньюс, Қызылорда.